Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге рыбка дейді. Осы юбканы қалай пішетінін көрсетем. Мұқият соңына шейін қарасаңыздар, өте жеңіл бұны пішу. Ол үшін сіздерге төп нұсқаны дайындап аласыздар. Төп нұсқаны салуын мен осы YouTube каналымның ішінде бар. Мұқият қарасаңыздар, сол жерде осы түп нұсқаны қалай салуын түсіріп қойғанмын. Қазір мен бұл жерде және бір қайталаймын түп нұсқасын. Бірінші бізге белі керек, оты. Отыны саламыз, бөліп, өздеріңіздің өлшеген меңізбенен саласыздар. Менікі 39-ды бөліп салам. Ол мына жерге келеді. Мен плюс выточкасына 3 қосам. Ол мынау келді. Көрдіңіздер, енді біз мына жерден бөксесін табу үшін 18 сантиметр саламыз. 18 сантиметр осы бөксесін табу үшін керек. 18-20-ға шейін салсаңыздар болады. Сөйтіп бұны сызып аламыз. Міне сызып алдым. Енді бұл жерге біз бөксесін саламыз. Бөксем, оба бөлу 2-ге, бөксем менің 49 сантиметр. 2-ге бөлемді салғаным мына жерге келді. Енді біз мына арақашықтықты қосып аламыз. Мына қосып алдық. Төмен қарай біз түзу ғып түсіре саламыз. Мен 2 рет сызып атырмын, көрінсін деп. Қараңыз, енді бізге мына юбканың ұзындығы керек. Юбканың ұзындығы бізде 100 сантиметр болды. Енді біз рыбка жасау үшін бөксеменен осы ұзындығымызды дәл ортасын немесе сәл жоғарылау алуымызға болады. 5-6 сантиметр жоғары алуға да болады. Мен бұлай белгілеп қойдым. Енді осы жерден біз сызып аламыз. Міне, сызып алдым. Енді сызып алғаннан кейін біз осы ұзындықты, мына кеңдігін тура ортасынан бөлеміз. Міне, бұны да сызып аламыз. Бұлай сызамыз. Одан кейін бұлай мына қарай бұрыш шығарамыз. Мына жерді біз мына бұрышымызды көз мөлшерінде алсақ болады, болмаса бір 6-7 сантиметрдей алсақ болады. Қиғаштығын. Міне осы бары. Енді бұны мен әзір қырқып аламын. Мына жақтан біз запас қосамыз. 1 сантиметр запас жетеді бізге. Міне 1 сантиметр жетеді. Қазір мен бұны сіздерге анығырақ болу үшін мына неменен қазір сызып қоямын маркермен. Міне мына жері. Мінекей, осылай сызып алдым. Енді бізге мына қырқатынымды әзір сіздерге белгілеп, қызылман сызып қоямын. Міне осылай аламыз. Біз мына сызыққа 6-7 сантиметр жеткіздірмей саламыз. Міне бұрыштан бұлай. Мінекей, енді осыны біз қазір қырқып аламыз. Мен бұны қағазда 2 бүктеп салдым. Міне. Енді қырқып көрсетемін. Бұны ашып, сіздерге анық болу үшін қазір ортадағы сызығымды алайын. Сызып, түсінікті болу үшін мен істеп отырмын. Бұл бір беті бізде. Арқасында тура осылай аласыздар.
Мінекей қыздар, көріп тұрсаңыздар, қандай оңай, иә? Енді біз матаға салар кезде, міне мен мына розовый материалға көрсетейін. Болмаса мына қызыл мата, мына сары мата, осы жерден көріңіздер, міне астында мата деп ойлаңыздар, и бұны ашамыз бүйтіп, міне. Қараңыз, қалай ашылды, иә? Міне. Қатты кейін қып ашсаңыздар да болады, арақашықтығын. Мына арақашықтықты біз бірдей алуымыз керек, қыздар. Енді осы жерді домалақтап біз қосамыз мына неге, точкаға. Мен сәл былай осында алсаңыздар, өздері кейін шығады былай. Қазір көрсетем қалай тұратынын. Міне былай, ой, матаға салып жіберіппін. Міне, и бұяғында солай сызып аламыз. Мінекей біз осылай қырқып аламыз. Мінекей қыздар, мен мынандай розовый материал алдым да, осыған салдым. Арасын, мына арақашықтықты 10 сантиметрден алдым. Скотч жабыстырып қойдым. Бұл строительный скотч. Осындай скотч албасаңыздар өте жақсы. Мынаны белгілеп алғаннан кейін 10 сантиметрімізді осы жерде былай жабыстырып қоямыз осы жерге. Қазір мен міне жабысып тұр, өте әдемі болып. Бұл строительный скотчымыз біздің матаға да жабыса береді. Матада да оңай алынады, оңай жабысылады. Міне үстіп алғаннан кейін біз енді мынаяқтан былай қарай қосамыз. Мен мынаны қосқым кеп тұр. Даже мына жерді сіздер сәл көбейтіп алсаңыздар да болады. Көбейтіп алмасаңыз тура осылай алуға да болады. Мінекей былай сызып қостым. Енді мына жағында солай сызып қосамын. Міне. Қосып алдық. Мына жақтардың бәрін осымен сызып аламыз. Сол запасымен сызып аламыз. Міне анық көрініп тұр. Енді біз осыны қырқып көреміз. Міне сіздерге көрінекті ыңғайлы болсын деп істедім. Енді осы жерден біз қырқамыз. Тура осы біз өзіміздің сызған сызықтан қырқып аламыз. Матаға запас қоймаймыз. Бізде уже запасымыз бар. Мына жерде 1 сантиметр. Мінекей. Қарасаңыз, керемет әдеме болып тұр. Осылай клеш болады. Даже қатты кең қып алам десеңіз, 10 емес, 12 сантиметрде алуларыңызға болады. Бұл клештанып, өзі әдеме болып, күлтеленіп тұратын болады кигенде. Міне осылай мұқият соңына шейін қараңыздар, комментарияға жазыңыздар. Осыдан кейін қандай видеоны көргілеріңіз келеді. Көрдіңіз, осылай қырқып ашқан өте жақсы. Және таныстарыңызға жіберіп отырыңыз. Менде онлайнда сабақ бар, офлайнда сабақ бар. Кей кездерде осы мен өзі Шымкент қаласының тұрғынымын. Шымкент қаласынан болсаңыздар, мен сіздерді үйлеріңізге, или жұмыс орындарыңызда жұмыс жасап отырсаңыз, тігісті бастап, сол жерге барып та мен сіздерге үйретемін сабақты. Ол да қолжетімді баға. Бұл өте жақсы. Үйіңізде отырасыз, бала шағаңыздың қасында, еш жаққа шықпайсыз, артық қаражат төлемейсіз. Мен барамын, 2 сағат үйретіп, сөйтіп кетемін. Мінекей
онлайн да офлайн да сабағыма тіркелсеңіздер болады. Ұзақ жақта болсаңыздар онлайн сабаққа тіркеліп алыңыздар. Келесі түсірілімде кездескенше сау болыңыздар.